дәуірдің өз үні болады. Кейде ол еңбек дауысы, кейде халық дауысы, кейде өнер дауысы. Бүгін біз дәуір үнін жеткізген тұлға туралы сөйлесеміз. У каждой эпохи есть свой голос. Иногда это голос труда, иногда голос народа, иногда голос искусства. Сегодня мы поговорим о человеке, чей голос слился с голосом эпохи. Ал енді мини жаттығу. Ассоциация үні. Дәуір дегенде ойына қандай сөз келеді? Қарағанды қазақ даласындағы индустрияның жүрегі болған қала. Бұл жерде жаңа қоғам, жаңа адам, жаңа тағдыр қалыптасты. Караганда – индустриальное сердце Казахстана. Здесь формировался новый человек и новая эпоха. Әбден Мұстафин қазақ әдебиетінің ірі жазушысы. 1902 жылы Қарағанды өңірінде туған. Жастайынан жұмысшы өмірін көрді. Өндіріс, шахта, еңбек адамын жақсы білді. Сондықтан оның шығармалары индустрия тақырыбына арналды. Индустрияландыру дәуірін суреттейтін шығарма Қарағанды романы болып саналады. Романда шахтерлер өмірі, еңбек, қоғам өзгерісі көрсетіледі. Жаңа заман адамы қалыптасады. Ал енді мәтіннен үзіндіні тыңдап, сол бойынша тапсырмалар орындаймыз. Ермек, деді бір кезде, ыстық екен туған жер, қызық екен туған ел. Ыстық болмаса, қызық болмаса, қу трубаны жылдар бойы күзетем бе, деді Ермек. Әкем Қарағандыға менің 5 жасымда келіпті. 10 жасымда жұмысқа түстім. Содан бері осындамын. Қарағанды деген ат қайдан алынған? Сонау көк белдің бергі алдында Қарағанды деген өзек бар, деп Ермек солтүстікті батысты көрсетті. Ол өзек Байсалбайдың мекені. Ерте кезде Қарағанды көп болса керек, сол өзектің атымен аталып кетіпті. Бұның көмірін Бапан ауылының бір жігіт қой бағып жүріп, суыр інінен тапқан. Деседі, анау тұрған Қоңыртау 12 мың жылқы біткен игілік байдың мекені. Оның болыс баласы тәтті Қарағандыны орыс байларына 250 ақ сомға сатыпты. Сіз орыс байларында да істедіңіз бе? Мен ағылшындар тұсында істедім. Тәтті Қарағанды көмірін орыс байларына, олар ағылшын байларына сатса, ағылшындар жұмысшыны подрядчиктер арқылы жалдады. Қазақ, орыс, ағылшын сүліктерінен қалған қанды подрядчиктер Шернияз, Дуналар да сорып бақты. Тек революция, совет құтқарды бізді. Қанаушылар бүлдіре тастай қашқандай мен осы трубаның түбінде қалып қойдым. Көремісін, сол трубаны қоршап жатыр ауылдар. Әр көш арқылы жүк әкеп жатыр. Осы ауылдар күзге дейін қалың елге айналады. Құйылған ел құрғол келіп жатыр. Қарағандыда әзір жаңа техника түгіл, ескі қайлады, нан түгіл, су да жетпейді. Басқа мәдениетті былай қойғанда баспана қайда? Темір жол Ақмоладан жаңа ғана асты. Осы жоқтарды өгізбен, түйемен тасып жасағанша қыз күтер ме, ел шыдар ма? Ал енді балалар дескрипторға сүйене отырып жазылым тапсырманы орындаймыз. Мәтінді мағыналық бөлікке бөліп, әр бөлігіне ат қой. Әр бөлік бойынша 2 сұрақтан дайында. Міне балалар ықтимал жауаптары. Ал енді келесі тапсырма. Қарағанды романы туралы 6-7 сұрақ дайында. Дайындаған сұрақтарыңды көршіне қойып, диалог құраңдар. Міне балалар ықтимал жауаптары. Келесі. Қарағанды романы бойынша дұрыс-бұрыс тапсырмасы. Белгілеген жауаптарыңызды жауап парағымен тексереміз. Ал енді балалар үй тапсырмасы. QR-код арқылы мәтінге өтіп, мазмұндап, видеоға түсіріп, мен кітап оқимын хэштегі арқылы Инстаграмға жүктеп саламыз.
Енді қорытындылай келе, Ғабиден Мұстафин сіздерге өз ақылын айтқысы келеді. Менің Қарағанды романым еңбек пен шахта жұмысшылары туралы. Еңбек – адам өміріндегі ең маңызды нәрсе. Мой роман «Караганды» рассказывается о труде и шахтерах. Труд – самое важное в жизни человека.